Сәлем достар, сіздермен бірге мен Аржан және қазір мен сіздерге мектепке алған покупкаларымды көрсететін боламын. Алдыңғы видеода мен покупкаларымның ішінен канцелярияны ғана көрсеттім. Ал енді қазір мен киімдерімді көрсететін боламын. Мектепке алған әртүрлі форма, рубашка болсын, сондай бір әңгіме. Және давайте біз бастаймыз. Ал сіздер тамашалаңыздар, кеттік. Так, қайсынан бастасам? Давайте рубашка деген сияқты нәрселерден бастайық. Ең простой тетрадьтар сияқты ең простой нәрселерден. Так, мен осындай блузка алдым. Сіздерге қазір көрсетіп боламын. Менде қалай тұратыным осылай көрінеді, әдемі жағасымен. Негізінде бұл блузканы мен просто 2020 жылы алған, мектепке барамыз деген сондай бір ой болды. Мүмкін бір 90 барып қаламыз, сол кезде керек болады деп. Сол кезде карантин кезінде алғанбыз. Бірақ сөйтіп 10-шы сыныпты біз все-таки үйде отырғасын. Осы рубашкам сол күйі көрсетпедім, сол күйі мектепке кимедім. Сол себептен енді естественно осы жылы 11-ші сыныпта киетін боламын. Бізде қазір рубашкалардың, блузкалардың выборы қазір көбейіп кетті кәдімгідей. Сол себептен де тағы да алғым келетін еді, бірақ та менде осындай блузка бар екені просто есіме түсіп отырады. Мен неге қазақшама не болған, бір қазақша сөйлей алмайтын сияқты, өмірінде бірінші рет қазақша сөйлеп тұрған адам сияқты, сондай бір тілім келмей сөйлеп жатқан еді негізінде. Қазақпын, ұлтым қазақ, тілім қазақ, жүрегім қазақ, елім қазақ, досым қазақ, сен де қазақ, мен де қазақ. Короче, маған ұнаған жері бұл просто вообще не просвечивает. Так, келесі алған заттарым ол осындай кофта. Бұл кофтадан мен екеу алдым, понимаете? Потому что бағасы сондай бір өте қолайлы, қолжетімді. Мен енді бағасын прям озвучивать еткім келмейді, потому что сіздер просто құлақтарыңыз сенбей қалады. Былай айтайыншы, бұл 2000 теңгеден, 2000 теңге емес еще, 2000 теңгеден 4 есе арзан. Арзан болса, значит, качествосы онша емес шығар деп екеу алдым. Маған ұнайтыны прям өте сондай бір жеңіл, любой нәрсеге базовый ретінде кие бересің. Пиджактың ішінен рубашкамен бірге комбинировать етіп киюге болады деген сияқты. Мектепке де болады, басқа жерге де болады. Так, келесі зат ол базовая футболка, ақ түсте, оверсайз сәл денеде кең тұрады. Бұл негізінде мужская футболка. Бұны мен дышыға алдым. Жалпы мектепте де жинағы базовый киім ретінде де иногда ережені бұзып. Бұл ақ футболка 1200 теңгеге алдым. Мына ақ футболканы, понимаете? Келесі алған затым ол мынандай спокойно сыйып тұр ғой, настолько ашық, настолько қысқа. Енді мен бұны мектепке кию үшін алған негізінде. Серьезно айтамын. Бір жағынан скидка болғасын ала салдым, бір жағынан мектепке де кием деп алдым. Бірақ та, естественно, наны сен ешқалай мектепке кие алмайсың. Сол себептен енді иногда арасында мүмкін мектепте жай бару керек кезде киюге болатын шығар. Білмеймін даже қалай киетінімді мынаны. Потому что ол еще укороченный, ішін көрініп тұрады. Былай қолыңды соссаң. Так, мынаны мен карантин кезінде алдым. Бұл бізде кофта, свитер. Вязаный де вязаный емес. Самый главный качествосы жақсы. Просто қазір свитер табу қиын, кәдімгідей качествосы жақсы. Свитер деген естественно тоқылады, тоқылғасын енді жуған кезде созылады деген сияқты, прям арасында былай көрініп тұрады да, тоқылған созылып. Сол себептен свитер табу өте қиын. Сол себептен әлі дұрыс басқа да свитер таппай жүріп, қазірше осы свитерді мектепке қыста киетін шығармын. Сонымен қатар осы жаздың август айында осындай қара шалбар алдым. Қара шалбар, бұның етегі прям свободный, өте кең тұрады. Көрдіңіздер ме мынаның етегін? Сондай бір не сияқты ғой, килоты сияқты. Бірақ классический қара түсте да мектепке киюге арналған. Сонысын ады именно мектепке еще и килоты, ондай ұрсу деген болмайды деп ойлаймын. Фигураға өте жақсы тұрады. Бұны мектептен тыста жерлерге киюге болады, сол себептен алдым. Тағы да шалбар. Негізінде бұл шалбардың костюм бар. Мен двойка алған болатынмын, тоже карантин кезінде, бірақ та сол киген жоқпын, сол себептен осы жылы киемін. Осындай шалбармен, артында резинкасы бар екен. Бұл уже прямого кроя. Негізінде бұл аяққа кең тұратын моделька, бірақ та менің дене бітіммен бұл аяққа жабысып тұрады деген сияқты. Сондай бір аяғы бұның уже жинақы. Бұның еще үстінде несі бар? Костюм бар, негізі двойка, жаңағыда айтқамдай. Бірақ костюмын мен почему-то таппай атырым. Неге именно видео түсіретін алын естіп таппай жүрем. Әншейінде тұратын еді ғой шкафта деймін да. Әйтеуір осылай көрінеді костюм мен үстімде. Келесі ол бізде юбка. Юбкадан осы жолы
осындай қысқа, көріп тұрғандарыңыздай. И осындай алдында замогымен. Маған өте бір жағынан ұнады моделька. Фигурада прям күшті тұрады. Әдемі прям талияңмен, жаңағы бедраң прям күшті алып. Бірақ еще бұл маған үлкен, мен бір размер үлкенін алдым. Егер өзімнің размерімді алатын болсам, слишком қысқа болып кететін болғандықтан сәл үлкенін алдым. Сол себептен белде прям бүйтіп белді ұстап тұрмайды да, кішкене бос тұрады. Так, енді сіздерге менің тағы да бір шалбарымды көрсеткім келіп тұр. Бұл шалбар уже қысқа, прям көрдіңіздер ме, қалың уже. Бұл матасы классический емес, кәдімгі хбшка. Аяғың жаурамайды, фигурада прям әдемі тұрады деп айта аламын. Так, ендігі киім бізде сабаққа арналмаған, уже физкультураға. Физкультураға мен осындай футболка алдым. Бұл футболка уже таныс шығар, иә? Базовая деп мынау. Осындай оверсайз мужская футболка. Негізінде егер физкультура болмаса, мен футболка алмайтын едім, мына осы футболканы, например, иә. Потому что өзім повседневкаға киетін футболкаларым бар, жетеді. А так, өйстіп физкультураға кию үшін, былай да кию үшін осындай қызық бір футболка алдым. Дене шынықтыру сабағына мен тройка алдым. Тройка, понимаете? Ол тройка осындай бір топтан тұрады, жеңі жоқ топ, сосын джемпер и, естественно, трико. Чисто көк түсте, негізінде басқа түр бар еді, әдемірек, сондай бір Adidas деген полоскалармен. Маған соңғы кездер Adidas деген полоскалармен киімдер қатты ұнап жүр, прям өте стильно көрінетін сияқты. Бірақ та енді қандай бар, сондай бар, қандайын алдық, сондайын алдық деген сияқты. Просто маған мынаның шалбары ұнады, ананың шалбары мысалға маған жабысып тұрса, мына шалбар маған кең тұрды, сондай по фигуре тұрды. Сонымен біз киімдермен бітірдік. Негізінде алдағы уақытта тағы да киімдер алғым келеді. Алуды жоспарлап жатырмын. Себебі мысалға мен водолазка алуды, мысалға немесе жилеткамен бар ғой, күшті жилетка тауып аламын. Мысалға біздің сыныпта мектепте күшті жилеткамен жүрді. Прям качественный, әдемі жарасып тұрады. Прям школьный. Серый болса серый, көк болса көк. Ал мен вообще таппадым. Бәрі созылып кеткен, материал онша емес. Әйтеуір таппай жүрмін, сол себептен әлі де алған жоқ, матак алуды жоспарлап жүрмін деген сияқты әңгіме. Сол себептен де алдағы уақытта тағы да back to school, тағы да покупканың жалғасын түсіргенді қаласаңыздар айтыңыздар. Алдағы уақытта тағы да киімдер алып түсіруге мен өзім вообще қарсы емеспін, иншалла. Біздің негізінде видео біткен жоқ, потому что көрсететін тағы да бір-екі заттарым бар. Уже естіп тұрған шығарсыздар, иә. Осы жолы мен осындай рюкзакпен жүретін боламын. Бұны мен 10 сыныпта алғам ғой. Сол баяғыме офлайн оқимыз деп ойлап, алдыңғы жыл алған сумканы енді осы жолда ұстаймын. Алдыңғы жыл себеп ұстаған жоқпын, үйде сөйтіп солай жатты. Ендігі көрсететін заттарым ол киім емес, бірақ та киетін нәрсе, тағатын нәрсе. Все-таки киіммен киетін сондай бір жаңағы мен жаңадан бері көрсеткен простой киімдерді әдемі образ қылдыратындай заттар, ол украшениялар. Украшенияларда мен қараңыздар қандай чокер алғанымды, просто кайф. Маған қатты ұнайды мына чокер. Прям осындай чокерларды прям армандадым. Бисерлардан соңғы кезде тренд болып кеткесін, еще именно ақ түстегісін таңдадым. Себебі мектепке де киетіндей, көбінесе именно мектепке кию үшін алдым ғой. Жалпы 1000 теңгеге скидкамен. Еще мынандай бір түрін алдым 1000 теңгеге. Тоже прикольная такая. Осындай екі түрін алдым. Мектепке күнделікті киімге прям өте күшті. Сонымен қатар украшениядан осындай кішігірім набор алдым. Біріншісі ол осындай цепочка. Мынау жүзік сияқты осылай ілініп тұрады. Бұны иногда мен өйстіп шығарып аламын да, жүзік сияқты қолыма тағып жүретін бір арандығым бар. И осындай сырғалар. В принципе, осындай комплект, набор, дейін ба, білмеймін. Давайте келесі видеода кездескенше, пока-пока.